Құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта Төле би атындағы номер 8 мектеп гимназиясының директоры Әлішер Әзімбайұлы. Аға, қош келдіңіз. Рахмет. Енді ұстаздық мәртебелі мамандық деп жатамыз ғой. Бұл мамандықты таңдауыңызға не себеп болды? Жақсы, бағдарламаға біріншіден саламатсыздар, бағдарламаға шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Енді өздеріңіз жақсы білетіндей, мынау барлық мамандықтардың ең бір төресі деп айтамыз ғой, мамандықтардың анасы, бұл мұғалім мамандығы деп есептеймін. Неге десеңіз, барлық қызметкерлер, барлық саланың өкілдерінің барлығы ең бірінші осы мұғалімнің алдынан шығады. Мұғалімнің алдынан білім алады. Сондықтан да бұл мамандық, өзіңіз айтқандай, өте мәртебелі мамандық. Енді жалпы бұл мамандықты таңдауға негізгі түрткі болған жағдай, мынау бала күннен бастап мен өзім мұғалімдікті жақсы көретінмін. Мына мектепте оқып жүрген күнімнен бастап өзіміздің ұстаздарымызға еліктейтінбіз. Ең негізгі түрткі болған жағдай маған білім берген ұстаздарымның біліктілігі, шеберлігі, сол кісілердің өз мамандығын сүйіп, өз мамандығына жан-тәнмен берілгендігінің арқасы шығар деп ойлаймын. Содан кейін барып сол кісілерге еліктеп өстік. Сондықтан да бұл мамандықты мен жүрегімнің қалауымен өзімнің жаңағы қалап келген мамандығым. Мына бала күнімізде енді ауылда өстік қой. Ауылда өскен кезеңдерде әлі есімде 4-ші, 5-ші сыныптардың шамасы болу керек. Сол кездері мынау көшедегі балалар ойнайтын кезде біз мектеп ойнайтынбыз. Мына мектеп деп жаңағы көшеде сол жерде отырып мен көшедегі балдарға жаңағы мұғалім болып сабақ оқытып, сөйтіп сондай ойындар ойнайтынбыз. Сол кезден бастап осы мұғалімдікке деген қабілетім болды, мұғалімдікке, ұстаздыққа деген қызығушылығым болды. Оның барлығы да сол мектептегі ұстаздарымның еңбегі, сол кісілердің бізге берген тәлім тәрбиесі, сол кісілердің үлгі өнегесі деп білемін. Ал жалпы бүгінде дәл осындай сіз сияқты ер азаматтар мұғалім мамандығын жиі таңдай бермейді. Оған не себеп? Енді өздеріңіз жақсы білесіздер, қазіргі күні ер азаматтар мынау мұғалімдікке, педагогика саласына келмейді деген қашады, бұл салаға келгісі жоқ деген секілді сұрақтар көп көтеріледі, бірақ соңғы жылдары бұл тенденция қазір өзгеріп жатыр. Ер азаматтар көптеп келе бастады, оны жоққа шығаруға болмайды. Енді бұл біріншіден мынау педагогика саласының ауырлығы деп білем. Одан кейін барып екінші кезінде өздеріңіз жақсы білесіздер, мұғалімдік мамандықтың мынау жалақысы төмендеу болды. Сондықтан да ер азамат бір-бір отбасын асырап отырғандықтан жалақы мәселесі де бір түрткі болған шығар бұл салаға келмеуіне байланысты. Ал шын мәніне бүгінге келген кезеңдерде бұл мамандық мәртебесі көтеріліп отыр. Бұл мамандыққа ер азаматтарды келе бастағандығын байқап отырмыз. Мен мынау гимназияның басшысы ретінде де өзімде де көбінесе осы ер азаматтарды жұмысқа алуға тырысамын. Сондықтан да мынау ер адамның берген тәрбиесі, мектептерде ер азаматтардың ұстаз болуы, бұл ең басты рөл ойнайды деп айтуға болады. Себебі қазіргі жастар, қазіргі өсіп келе жатқан ұрпақ көбінесе мынау ер адамның тәрбиесін көру керек, ер адамның жаңағы тәлім тәрбиесін алу керек. Мынау қазіргі біздің өсіп келе жатқан ұрпағымызды көбінесе әлеуметтік желі, интернет дейміз ғой, мінекей осы жағдайда тәрбиеленіп жатыр. Сондықтан да мектептегі тәрбиенің басында ер азаматтар жүретін болса, ол да дұрыс деп есептеймін. Ал өзіңіздің алғашқы мұғалімдік жылдардағы бір қызықты сәттеріңізбен бөліссеңіз? Енді мен еңбек жолымды ең алғашқы рет осы Тараз қаласындағы Төле би атындағы номер 8 гимназиясынан бастағанмын. Осы жерде тарих пәнінің мұғалімі болып жұмысқа қабылдандым. Енді қызықты сәттер болған кезде қызықты сәттер болды. Негізі өзім халықаралық Қазақ-Түрік университетінің түлегімін. Сол университетті бітіріп, тарих мамандығы бойынша аяқтап, одан кейін барып магистратурасын аяқтадым. Содан осы өздеріңіз естеріңізде болса, мынау жастарды жұмыспен қамту бойынша жол картасы бағдарламасы қабылданған кезінде, біз институтты бітіріп жатқан кезде, содан кейін барып осы бағдарлама бойынша мен сол жерге жаңағы жолдамамен барған болатынмын. Жолдамамен барған кезде жаңағы қызықтар болды әрине басында. Былайша айтқан кезеңдерде мектептің өмірі енді қызық, әрі қиындығы да бар. Нақты қазір мынандай бір ерекше бір есте қаларлық бір қызық сәттер дегенде еске түспей отыр. Бірақ алғашқы жылдары өте көп қызық болды. Қызығушылық мол болды ол кезде. Ал жалпы ұстаз болу үшін адам бойында қандай қасиет болу керек?
Енді ұстаз болу үшін әрине ең бірінші ол табиғатынан беріледі деп ойлаймын. Педагогика деген саланың өзі, бұл мынау педагогика деген сөздің өзі баланы жетелеу, баланы алып жүру деген мағынаны білдіреді ғой. Сондықтан да бұл баламен жұмыс істейтін азаматтардың өзінде бір қабілет болу керек деп ойлаймын. Себебі біз болашақ Қазақстанның, отанымыздың, мінекей еліміздің болашағын тәрбиелеп отырмыз. Бүгін біз ұрпақты қалай тәрбиелесек, ертең біздің Қазақстанымызда сондай деңгейде болады. Сондықтан да бұл жердегі педагогика саласына жаңағы көшеден келіп қосылған азаматтар келіп кіріп кететін сала емес бұл. Бұл жер шын мәнінде өз мамандығын сүйген, өзінің жүрек қалауымен келген азаматтардың ортасы деп білемін. Мінекей сонда ғана педагогтың мәртебесі де көтеріледі, сонда жақсы тәлім тәрбие болады деген ойдамын. Енді мұғалім мәртебесі деп қалдыңыз ғой. Жалпы бүгінгі таңда мұғалім мәртебесі бір асқақтап, жаңа заң қабылданып жатыр. Толықтырып кетсеңіз. Жақсы, өздеріңіз жақсы білесіздер, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің мынау бастамасында осы мұғалім мәртебесін туралы заң қабылдау туралы ұсыныс айтқан болатын. Кейіннен мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2019 жылы желтоқсан айында педагог мәртебесі туралы заңға қол қойды. Жалпы бұл заңның бір ерекшелігі түгел қарапайым педагогтардан бастап осы саланың қызметкерлерінің барлығы бір жыл бойы заңның жобасын талқылауға қатысты. Бәріміз де сол жұмысшы тобында болдық, сол жерде өз ұсыныстарымызды енгіздік. Жас маманнан бастап, анау 40 жыл еңбегі бар тәжірибелі мамандар да педагогтар да өз ұсыныстарын жеткізді. Мінекей соның әсерінен осындай керемет педагог мәртебесі туралы құжат қабылданды. Бірақ дегенмен де ол заңды құжат, ол бізге бағыт беретін, жол сілтеп отыратын құжат болғандықтан, меніңше педагогтың мәртебесін педагог өзі көтереді. Яғни өзі көтеруі тиіс. Педагог егер білімді болатын болса, педагог сол өзінің жаңағы саласын сүйіп, өзінің жүрек қалауымен келген азамат болатын болса, ол өзі-ақ педагогтың мәртебесін көтереді деп ойлаймын. Жалпы қағазбастылық әлі күнге дейін бар ма сіздерде? Енді қағазбастылық мәселесі туралы да осы заңда да жақсы қарастырылған бұл туралы. Әрине, қазіргі заман, мынау технологияның, цифрлық технологияның дамыған заманы ғой. Сондықтан да бүгінгі күні біз цифрлық технологиядан білім беру саласы да алшақ кеткен жоқпыз. Керісінше, осы цифрлық бағдарламаның басы қасында, ең көш басында жүрген бұл білім беру саласы. Сондықтан да бүгінгі күні бізде қазір қағазбастылық, былайша айтқан кезеңдерде төмен деңгейде деп айтуға болады. Бұрынғыдай қағазбастылыққа ұрынып жатқан жоқпыз. Шын мәнінде қазір цифрлық технология, оның ішінде күнделікті мынау баға қойылатын ресурстарымыз, бұрынғы сынып журналдар дейміз ғой. Мінекей осылардың өздері де бүгін толықтай дерлік цифрландырылған, электронды форматқа көшкен. Мынау бұрынғыдай біз есеп беретін кезде қағаз түрінде әр мекемеге есеп беріп отыратынбыз. Қазір ұлттық деректер қоры базасы жинақталған, сол базада жалпы білім беру мекемесі туралы, ол жердегі педагогтар туралы, ол жердегі білім алушылар туралы толық дерек сақталған. Мінекей сол жақтан да кез келген мекеме, енді кез келген мекеме деп айтуға болмайтын шығар, осы білім беру саласына құзыреті жететін, соны бақылап отырған мекеменің барлығы да барлық есепті сол деректер қорынан алып отырады. Сондықтан да бүгінгі күні қағазбастылыққа көміліп отырмыз деп айта алмаймын. Мінекей педагогтың мәртебесін заң қабылданбай тұрып-ақ педагогтар жүргізетін негізгі деген 5 құжатта көрсетіліп берілді. Сол 5 құжаттан артық ешкім ештеңе талап етіп жатқан жоқ. Осы жағынан алып қараған кезде, одан кейін барып, мінекей жеңіл портфель деген жобаны министрлік енгізген. Ол жерде жаңағы оқулықтардың электронды нұсқасын пайдалануға рұқсат етілді. Бұның өзі де бүгінгі күні қағазбастылықтан бізді арылтып отыр. Бұрынғыдай шәкірттердің өздері де қазір осыған жақсы үйренген педагогтармен бірге. Сонымен қатар қазір мынау цифрлық дәуір болғандықтан барлық білім беру мекемелерінің өздерінің сайттары бар. Әлеуметтік желідегі жаңағы парақшалары бар. Мінекей осы жерден де біз жаңалықтарымызбен бөлісіп, өзіміздің ұжымымыз, жетістіктеріміз туралы да көрсетіп отырамыз. Жалпы алған кезеңдерде қағазбастылыққа көміліп жатырмыз деп мен айта алмаймын. Қазір жеңілденген бір шама. Ал енді оқушыларға келейікші, бүгінгі оқушылардың білім деңгейі қандай? Енді бұрынғы оқушы, қазіргі оқушы деп салыстырып жатады ғой. Енді ол мынау 40 жыл педагогика саласында қызмет еткен аға буын өкілдері салыстырып жатады. Бірақ дей тұрғанмен де мен енді бір
жаспыз ғой, еңбек жолымыз бастағанымызға бір 10-12 жылдың шамасы болды, мінекей 12 жылға кетіп бара жатыр. Сондықтан да ол алғашқы жылы мектепке алғаш жас маман болып кірген оқушылар менен бүгінгі оқушылардың арасында бір үлкен өзгеріс бар деп айта алмаймын. Бірақ бүгінгі оқушылар, қазіргі білім алушылардың мынау білімге деген талпынысы бізді қатты қуантады. Себебі қазір қарап отырсаңыздар, біздің шәкірттеріміз, біз кей жағдайда өзіміздің шәкірттерімізден үйреніп жатамыз. Әсіресе мынау информатика дейміз ғой, цифрлық бағдарламалар бойынша, мінекей осы жағынан да оқушыларымыз қазір сауатты, білімі жаман емес, жақсы. Мені бір қуантатындығы, жаңағы оқушылар білімге деген құштарлығы жақсы. Себебі қазіргі қоғам, ата-ана да балаға білімнің қажеттілігі туралы толық түсінген. Яғни толық түсінген. Қазір қарап отыратын болсақ, мысалға ұлттық деректер қоры базасын біз өзіміз толтырамыз ғой, әр білім беру мекемесі. Сол жерде мендегі 90% шәкірттерім қазір гимназияның білім алушылары 90%-ы қосымша білім берумен қамтылған. Яғни олар ағылшын тілі курсына барады, олар спорттық үйірмелерге барады, олар өнер үйірмелеріне барады. Осының өзінен қарап білуге болады. Яғни бүгінгі шәкірттердің жаңағы қызығушылығы жоғары. Енді бұрынғымен салыстырып, бұлай мен ондай жасай алмаймын. Салыстыра алмаймын. Себебі енді бұрын бір 40 жылдық еңбек өтіліміз жоқ қой. Сондықтан да ондай салыстыруға келмейтін шығар, бірақ білімге деген көзқарастары оң. Ал ұстаз бен оқушы арасындағы арақатынасы, байланысы қандай деңгейде? Енді ұстаз бен оқушы арасындағы байланыс қандай деңгейде деген сұраққа келетін болсақ, ол әрбір білім беру мекемесіндегі ұстаздардың жалпы басшылығының жүргізіп отырған саясатына, жүргізіп отырған педагогикалық әдіс тәсілдеріне байланысты шығар. Бірақ бүгінгі күнгі балалармен дос ретінде жақын тартып, сондай бір жақсы байланыста болу керек деп ойлаймын. Себебі қазіргі балалардың барлығы да мынау көбінесе байланысты қажет етеді. Қазіргі балалармен көбірек сөйлесу керек. Қазіргі балалармен жақсы қарым-қатынаста болу керек. Мына психологиялық көмек көбірек беріліп отыру керек. Себебі қазіргі балалардың барлығы былайша айтқан кезеңдерде мынау ашуға тез, эмоционалды ғой, мінекей эмоцияға тез беріліп қояды. Сондықтан да біз балалармен жақсы тығыз қарым-қатынаста болу керекпіз деп ойлаймын. Ал енді өзім басшылық етіп отырған мекемеде жалпы шәкірт пенен ұстаздың арасындағы байланыс бізде жақсы. Ол жағынан енді ешқандай бір қақтығыс туындамайды ғой. Ондай қақтығыстар, ондай бағыттар жоқ. Ал ата-анамен қалай жұмыс жасайсыздар? Енді кез келген білім беру мекемесі болсын, жалпы білім беру саласының жетістікке жетуі бұл үштік одаққа байланысты. Ол жаңағы ұстаз, ата-ана және оқушы арасындағы осы үштік одақтың арасындағы байланыс жақсы болатын болса, онда алға жылжушылық болады. Сонда ғана біз алға қарай жақсы қадам баса аламыз. Бүгінгі күні ата-аналар менен, бұрынғы ата-аналар менен қазіргі ата-аналарды салыстыруға келмейді. Мен осы 10-12 жылдың арасындағы айырмашылықты айтып отырмын. Енді шәкірттерді салыстыра алмайтын шығармыз. Осы 10-12 жылдағы ешқандай да бір алып бара жатқан бір үлкен айырмашылық жоқ. Бірақ ата-аналардың арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Себебі қазір қарап отыратын болсаңыз, бүгінгі күні білім алушы ретінде жаңадан мектепке келіп жатқан балалардың барлығы ата-аналары мынау 80-ші жылдан бері қарай туылған ата-аналар, әсіресе жас ата-аналар. Сондықтан да жас ата-аналар көбінесе қазір жұмыс басты. Қазіргі ата-аналардың барлығын мектепке шақыру, ата-аналар жиналысына шақыру жағынан көптеген қиындықтар туындайды бізде. Оны жасыратын түгі де жоқ. Себебі көбінесе ата-аналар жиналысына ары кетсе бір 30-40% ғана келеді. Қалған ата-аналармен байланыс жасау үшін біз ата-аналармен жиналыстың жаңа форматтарына көшіп жатырмыз қазір. Жаңа форматтарына, жаңа ашық есік күні бар, ол кісілермен семинарлар, коучингтар өткізіп, одан кейін барып жаңағы тәрбие сағаттарын ата-аналар өтіп деген секілді. Мінекей осындай мектептің ішкі ісіне араластыру арқылы біз ата-аналарды қазір тартып жатырмыз. Енді ата-анамен жұмыс қазір өте жоғары деңгейде деп айтуға болмайды. Себебі біз қаншалықты жұмыс жүргізіп жатсақ та мектепке жоламайтын жаңағы ата-аналар көп. Бірақ бұрындары ата-аналар еті сенікі, сүйегі менікі деп балаларын оқуға, білімге үгіттейтін. Ал қазір керісінше. Ол енді біздің әкелеріміз, аналарымыз солай тәрбиеледі ғой. Сондықтан да қазіргі, ол дұрыс айтасыз, керісінше қазір ондай жағдай енді оны көріп жүрміз. Оны көріп жүрміз, жасыратын түгі жоқ. Сондықтан да қазіргі ата-аналармен жұмыс істеу өте қиын. Ал енді ұбт-ға келейікші, ұлттық бірыңғай тестілеу. Осы алғаш рет мектеп табалдырығын аттаған оқушы ең бірінші осы сынақты бастан кешіреді. Бүгінгі ұбт-ның деңгейі қандай?
Жалпы ұлттық бірыңғай тестілеу бұл 2004 жылы енгізілген бағалау жүйесі. Өздеріңіз білесіздер, меніңше ұлттық бірыңғай тестілеудің қазір форматы жаңа өзгерістерге ұшырап жатыр ғой. Негізі ұлттық бірыңғай тестілеу бұл өте дұрыс жүйе. Мына сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, әртүрлі адами факторларды ысырып тастау бағытында бұл өте дұрыс жүйе. Себебі оқыған, білімді, барлығының дайындығы жақсы бала, ол міндетті түрде өзіне тиесілі жоғарғы ұпайын жинап алады да мемлекеттік білім беру гранттарына ие болуға былайша айтқан кезеңдер мүмкіндіктері зор. Ал енді ұлттық бірыңғай тестілеудің қазіргі күнгі форматы қазір өзгеріп отыр. Себебі мінекей өздеріңіз жақсы білесіздер, білім беру саласы қазір мынау алмағайып заман ғой, күнделікті өзгеріп жатқан, күнделікті дамып жатқан заман болғандықтан білім беру саласы да әлемдік үрдістерге ілесіп отыру керек. Міне соның бағытында жаңартылған білім беру мазмұнына көшіп, енді келесі жылдан бастап 100% мектептердің барлығы жаңартылған білім беру мазмұнына көшеді. Ол жердегі жаңағы критериалды бағалау дейміз, ол жердегі оқу сауаттылығы деп жатамыз. Мінекей осының барлығы да түгелдей дерлік ұлттық бірыңғай тестілеудің жаңағы мазмұнын, тестілеудің мазмұнын өзгертуге алып келді. Бүгінгі күні жаңағы бала дайын сұрақты дөңгелектеп белгілей салып шықпайды. Бүгінгі бала ойланып барып, берілген мәтінді оқып барып, содан кейін барып жауабын тауып, былайша айтқан кезеңдерде сыни талдау жасай отырып, ойланып барып жауап береді. Сондықтан да енді ұлттық бірыңғай тестілеудің форматының бұл өзгешелігі де дұрыс деп есептейміз. Одан кейін барып, былтырдан мінекей биылғы оқу жылынан бастап 3 кезеңде өту басталды. Былтырғы жылдан бастап өздеріңіз жақсы білесіздер. Қаңтар айында тапсырады, наурыз айында және маусым шілде айларында тапсыратындығын біз жақсы білеміз. 4 кезеңге бөлінген, 3 кезең емес, 4 кезеңге бөлінген. Бірінші қаңтар айындағы, наурыз айындағылар бұлар ақылы бөлімге баратын талапкерлерге арналған. Одан кейін барып маусым шілде айында тапсыратын бұл мемлекеттік білім беру гранттарына ұмтылған түлектерге арналады, және тамыз айында да тағында кешенді тестілеу бар. Бұл нені білдіреді? Бұл бұрын оқушыларда мынандай қорқыныш бар еді. Біз бір-ақ рет ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырамыз, болды, өмір сонымен бітіп қалатын сияқты. Олай емес. Сондықтан да біз жаңағы ұлттық бірыңғай тестілеумен оқушыларды қорқытпау керекпіз. Ол өмірде талай сынақтар болады. Бұл өмірдің әртүрлі бұралаңы да бар, басқасы да бар деген секілді. Бұл да әсіресе психологтардың жұмысы күшейту керек. Психологтардың жұмысы өте жоғары деңгейде жүру керек деп ойлаймын. Мінекей осы бағыттарды мемлекет ескере отырып, 4 кезеңге 4 рет тапсыруға мүмкіндік беріп отыр. Сондықтан да қаңтар айында егер өтпей жататын болса, наурызға деген үміт бар. Наурызға өтпей жатса, маусым шілдеге үміт бар. Одан өтпей жатса, тамызда да тағында байқап сынап көруге болады. Мінекей сондықтан да бұл бүгінгі шәкірттерге үлкен мүмкіндік деп білемін. Енді сізбен біз замандас шығармыз. Сізбен біздің кезімізде бұндай 4 рет тапсыратын мүмкіндік болған жоқ. Мен өзім ұлттық бірыңғай тестілеуді ең алғашқы тапсырған түлектердің бірімін. Ең алғаш шыққан 2004 жылы мектеп бітірдік. Сол кезде ең алғашқы ұбт-ны біз тапсырғанбыз. Ол кезде білесіз, бірақ мүмкіндік берілді. Ал енді бірақ дей тұрғанмен де тағында бізді қуантатын жағдай, педагог мәртебесі туралы да жаңа айтып кеттік қой. Педагогке көлденең көк атты келіп қосылуға болмайды. Мысалға жаңағы мен оқиын, осы оқуды бітіріп алайын, әйтеуір мұғалім болайын деген секілді жаңа адасып келетін мамандар болмау керек. Мінекей осының мынандай да қоғамда сөздер туындады. Ұлттық бірыңғай тестілеуде ең төмен балды алған оқушы мұғалімдікке түседі деген осындай бір теріс пікірлер бар, осындай көзқарастар бар. Мінекей осы теріс көзқарастарды, пікірлерді жоққа шығару үшін бүгінгі күні педагог мәртебесінің шекті баллы жоғары көтеріліп отыр. Яғни 60 балға келіп отыр. Яғни 60 балды жинай алмаған адам ол педагог бола алмайды деген сөз. Педагогикалық мамандыққа бара алмайды деген сөз. Сонымен қатар педагогтың жаңағы шеберлігін анықтайтын әңгімелесу түріндегі жоғарғы оқу орындары жүргізетін форматы да бар. Осының барлығы былайша айтқан кезеңдерде педагогтың мәртебесін көтеруге, ол жерге мынау үздік оқушылардың, мектепті үздік бітірген білімді оқушылардың баруына ықпал ету мақсатында жүргізіліп отырған шаралар. Енді өздеріңіз жақсы білесіздер, білім беру саласы бұл бір күнде барлығын өзгертіп тастай алмаймыз. Сондықтан да бұл өзінің кезеңмен, өзінің әр кезеңмен жүйеге асатын дүние. Бүгінгі күні
осыдан бұрынғы 5-10 жыл бұрынғы білім беру саласы мен бүгінгі білім беру саласын біз салыстыра алмаймыз. Бүгін оң өзгерістер өте көп. Мұғалімге барлық жеңілдіктер жасалынып отыр. Өздеріңіз міне көріп отырсыздар, педагог мәртебесі бойынша заңның негізінде қаншама үстемақылар қосылып отыр. Жас мамандарға толық мүмкіндіктер жасалып отыр. Бұның барлығы да педагогқа мемлекет тарапынан беріліп отырған жеңілдік, педагогтарға беріліп отырған үлкен мүмкіндік. Бірақ мен жаңа жоғарыда да айтып кеттім, педагог мәртебесін өзі көтереді. Педагогтың мәртебесін өзі көтереді. Сондықтан да әр педагог мемлекет осылай мүмкіндік жасағаннан кейін барып, ол шыңдалу керек, ол өзін көрсету керек. Жаңағыдай былайша айтқан кезеңдерде жаңа қайтарымы болу керек ол дүниенің қайтарымы болу керек. Бұл салада мұғалімдерге ең бір көп мән беретін мәселе бұл 40 жыл еңбек өтіліңіз болса да, сіз 40 минуттық сабаққа дайындаласыз. Сондықтан да мынау жыл сайын мұғалімдер бізде қазір шеберліктерін жетілдіріп отырады. Әр түрлі білім жетілдіру курстарына барып отырады. Мінекей, оның барлығы да мемлекет тарапынан тегін ұйымдастырылып отыр. Сонымен қатар кезінде өздеріңіз білесіздер, мінекей деңгейлік курстарды оқыған мұғалімдердің үстемақысы қосылған. Биыл мінекей тағында 20-25%-ға қосылып отыр. Магистрлік академиялық дәрежесі бар мамандарға қосылып отыр. Жас мамандарға тәлімгер болатын ұстаздарға қосылып отыр. Одан кейін барып, мынау санатына педагог шебер дейміз, педагог модератор, зерттеуші дейміз. Мінекей осындай санатты алған педагогтарға да 50%-бенен 30%-ның ортасында жалақы қосылып отыр. Бұл да үлкен бір оң нәтиже, мүмкіндік. Бірақ дей тұрғанмен де осы мүмкіндікке мұғалімдер өздері сай болу керек, және соған сай оның қайтарымы болу керек. Ал енді осы мамандыққа, осы мұғалім мамандығына жаңадан аяқ басып келе жатқан ұстаздарға өзіңіздің бір ақыл кеңесіңізді айтсаңыз. Енді қазір мынау педагог саласына жаңадан келіп жатқан мамандыққа жаңадан келіп жатқан әріптестерімізге, жалпы артымыздан ілесіп келе жатқан іні қарындастарымызға айтар кеңесіміз, мұғалім болғандықтан көп ізденіс керек, ерінбеу керек, көп ізденіс керек. Сондықтан да ең бірінші жұмыстың нәтижесі бұл ізденіспен, еңбекқорлықпен келеді. Сол үшін де жас мамандарға ылғи да біз жұмыста да өзіміз айтып отырамыз, іздену керек. Адамда жаңағыдай былайша айтқан кезеңдерде әртүрлі педагог болғандықтан ол педагог жан-жақты болу керек. Педагог тек қана сабағын беріп кетпейді, ол тәрбие жұмысында жүргізу керек. Ол әртүрлі форматтағы жұмыстарды ұйымдастыруға керек. Ол әртісте бола білу керек. Ол өнер адамында бола білу керек. Мінекей, сондықтан да осы жағынан қараған кезеңдерде жас мамандарға беретін біздің кеңесіміз бұл көп іздену керек және ерінбеу керек. Рахмет. Жалпы енді алғаш әліппенің бетін аштыртып, әріп танытатын біздің осы еліміздің білім көшін алға жылжытып жүрген бірден бір өздеріңізсіздер. Сол үшін сіздерге тағы да бір алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі студиямызға келіп осындай сырлы сұхбат бергеніңізге тағы да рахметімізді айтқымыз келеді. Ал құрметті көрермен, біздің бағдарламамыз әсем әуеннен кейін жалғасатын болады. Экраннан алыстамаңыздар.